Атмосфералық жауын-шашын қалай пайда болады? Ең алдымен жауын-шашын дегеніміз не? Бұлттан жер бетіне түсетін сұйық немесе қатты күйдегі ылғалды атмосфералық жауын-шашын немесе жай ғана жауын-шашын деп атайды. Жауын-шашын судың конденсациясынан пайда болады. Яғни бұлттарды құрап отырып, атмосферада судың жиналуын айтады. Атмосферада газ күйіне жиналатын су негізінен болады. Бұлт ішінде газ тәрізді судың едәуір мөлшері болған кезде су газ күйінен сұйық немесе қатты күйге өтеді. Күн көзінің жылуынан су қоймасындағы су буланып, бұлтты құрайтын ұсақ су тамшылары бір-бірімен бірігеді. Солай салмағы ауырлайды. Олар ауада өз салмағын көтере алмағандықтан жерге жаңбыр күйінде жауады.